Сәлем достар, бүгін біз ФК Мобилдағы пактар ашатын боламыз магазиннен кристалымызға және обмен жасайтын боламыз. Кеттік. Және испытание жаңағыдай нелерді ашатын боламыз. Кім түсетінін. Кәнекей бізде кім түседі екен. Қайсысын ашсақ болады? 18 мыңнан ашаға. Ашып көрейік. Мүмкін 94-95 игроктар түсіп кетер. Тоти оғашылайын деп жатыр. Достар, қараңыздар. Көрсетіп қалды бірақ. Кім түседі екен бізде? Уругвай, Вспышник, Реал Мадрид, Валверде. Бізде 90-ды Валверде. Болады жақсы. Бірақ бұдан да жоғары игрок түсе ме деп ойлады. Бастамасына жақсы. Еш мойынсынбаймыз. Обменнен көреміз. Кәнекей кім түсеткенімізде 85-97-ін көрейік. Обмен жасап, бұл жақтан да енді жолына болып кетуіне байланысты 95-96 игроктар түсіп жатады кейбіреулерге. Көрейік. Біреулер Вандерсар түсіп жатады, бірақ бізге ешкім түскен жоқ. Қайттан көрейік. 85-97-ті бір ай жасап қойғаннан түсе қоймауыз мүмкін. Біраз көп жасасаң түсіп кетуі мүмкін негізі. Байқап көрейік, бірақ мен бұл негізі обменнен ондай қатты үлкен бір игроктар түсіре алмадым. Бірақ Тоти ашылып жатыр, қараңыздар. Франция, ЦВД, Әл-Иттихад, Бензема. Бензема 5 миллиондай тұрады екен. Болады. Келесі, обменге жетпейтін қазір обменге жететін адам алып алайық. Келесі 80-97-ні. Толтырып алайық. Бәрі орында. Артық адам кетіп қалмаса болды. Ашып көрейік, кәнекей. Кім сөзгімізде ашылмады ғой. Ладно, бұлар. Квесттен көрейік біз. Ультранабор. Тіркеліп лайк басып, комментар жаза кетіңіздер, достар. Артынан жоғалтып алмасы үшін қоңырау баса кетіңіздер. Мексика. Вспышник. 86 игрок. Ондай қатты үміт күткен жоқпын бұл жақтан. Сонда да стандартный набор ешкім түсе қоймайды бұл жақтан. Көбінесе 181, 82 сондайлар түсіп жатады. Бұл жақтан да тоже негізі. Испытание нашайық біз. Мінекей испытание несі. Саута воскресенье 17-ші. Германия, ЦОП, Кумер, Матайс. Жақсы болады. Әдемі. Торреде түсіпті 90-дық. Жақсы. Келесі. Испытание нашайық. Воскресеньедегі. Кім түсеткенімізге. Тоти, Германия, Вспышник, Сане, Сане түсті. Әдемі, жақсы. Сане түсті қанша тұрады? 2.930 екен. Келесі ашып көрейік бізде. Кім түседі екен? Ондайға да Испания. Ашылып жатып, Роналдо түсіп кетсе. Ол да күшті болар еді. Көрейік. Руиз, Александр Арнольд түсіпті. Бұлар қанша тұрады екен? Сатып жібере салайық бұларды. Бізге қазір кезде кішкене ақша алу керек. Өйткені обменге керек болады бізге. Бүгін бізде 90-дық игроктарға обмен шықты. Яғни 90-дық, 92-лік игрокты обменге саласын, сатылатын игрокты. Сөйтіп 93-тік, 94-тік игрок аласын. Сөйтеміз, біз мына жақта ЦФ-да 90-дықты сатпай тұрамыз.
алып сондай игрок екеу алып аламыз. Сөйтіп ашып көретін боламыз. Кәнекей ортасымен сатып алған нелерін бәрін өткізіп жібердім. Кәнекей ашып көретін боламыз. Тамашалаңыздар, кім түседі бізге. Айтпақшы Модричті алдым. Көрсіп кетейін деген арасына. Модричті алдым. Кім түседі бізде? Ашып жатым бана армет. Португалия? Нападающий. Аль-Наср Рональдо. Ух ты, Рональдо. 94-тік Рональдо. Қанша миллион тұрады? Мен бірақ бұны сатпаймын. Заставыма қойып қоямын. Сатпаймын деген ойдамын енді. Осыға мен айтарым. Үлгеріңіздер, үлгеріп, мен ашып қалыңыздар. Осы абменді. Лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Осындай қазақша арнаны қолдап кетіңіздер. Үнемі түсіріп, осылай салып отыратын боламын.